Әр мың жыл сайын барлық құдайлар жиналып, адамзаттың тағдырын шешетін ұлы кеңес өткізеді. Бұл кеңесте әртүрлі мифологиядағы ең жоғарғы құдайлар қатысады. Зевс, Один, Посейдон, Локи, Шива және басқалары. Кеңес барысында құдайлар адамзатты үмітсіз, ашкөз, соғысқұмар әрі түзелмейтін тіршілік иесі деп атап, адамзатты толығымен жою керек деген шешімге келеді. Осы шешім қабылданайын деп жатқан сәтте, Валькирия Брюнхильда орнынан тұрып, құдайларға қарсы шығады. Ол адамзатқа соңғы мүмкіндік беруді талап етеді. Құдайлар оны мазақ етіп, адамдардың құдайларға қарсы тұра алмайтынын айтады. Бірақ Брюнхильда көне заң Рагнарёк жайлы еске салады. Бұл заң бойынша адамзат пен құдайлар арасында жекпе-жек ұйымдастырылса, адамзат өз тағдырын өзі қорғауға құқылы болады. Брюнхильда Рагнарёк ережесін түсіндіреді. Барлығы 13 жекпе-жек өтеді. Әр жекпе-жекте бір адам бір құдаймен шайқасады. Қай тарап 7 жеңіс жинаса, сол жеңімпаз атанады. Егер адамдар жеңсе, адамзат жойылмайды. Ал егер құдайлар жеңсе, адамзат толығымен жойылады. Құдайлар бұл ұсынысты қызық үшін қабылдайды. Олар адам баласының құдайларға қарсы тұра алмайтынына сенімді болады. Зевс бұл турнирді көңілді ойын ретінде көріп, келісімін береді. Осылайша, адамзат тарихындағы ең қатерлі турнир басталатын болады. Брюнхильда адамзат жағынан соғысатын адамдарды өзі таңдайтынын айтады. Бұл адамдар тарихта өмір сүрген ең күшті, ең қауіпті, ең ерекше тұлғалар. Олар өлімнен кейін қайта тіріліп, құдайларға қарсы соғысады. Брюнхильданың сіңлісі Гёл қатты қорқады. Ол адамдардың құдайлармен шайқасуы мүмкін емес деп ойлайды. Бірақ Брюнхильда құдайлар адамзатты әлсіз санайтынын, ал бұл турнир сол менсінбердің жазасы болатынын айтады. Алып арена дайындалады. Барлық құдайлар мен рухтар жиналып, алғашқы жекпе-жекті тамашалауға дайын тұрады. Құдайлар жағынан алғашқы қарсылас ретінде Тор таңдалады. Ол скандинав мифологиясындағы майзағай құдайы, шексіз күштің иесі. Оның қаруы тірі балға Мьёльнир, кез келген дұшпанды жоя алады. Құдайлар Тордың адамды бір сәтте жойып жіберетініне сенімді болады. Адамзат жағынан Брюнхильда әдейі ерекше адамды таңдайды. Лю Бу. Ол Қытай тарихындағы ең күшті жауынгер ретінде белгілі. Өмір бойы өзін тең көретін қарсылас таппаған, тек күшке табынған адам. Лю Бу үшін соғыс өмірінің мәні болған. Лю Бу аренадан шыққанда ол қорқыныш емес, керісінше қуаныш сезінеді. Ол өзіне лайық қарсылас тапқанын сезеді. Тор да Лю Буға қызығушылықпен қарайды. Бұл жекпе-жек тек адамдар мен құдайлар арасындағы шайқас емес, екі абсолютті күштің қақтығысы болатыны анық сезіледі. Көрермендер тынысын ішіне тартып, алғашқы соққыны күтеді. Бөлім соңында Тор мен Лю Бу аренаның ортасында бір-біріне қарсы тұрады. Тор балғасын көтеріп, майзағай аспанды жарып өтеді. Ал Лю Бу күлімсіреп қарсыласына тіке қарайды. Бұл сәтте бүкіл адамзаттың тағдыры осы жекпе-жекке байланғаны айқын көрінеді. Осылайша Рагнарёк басталады. Содан кейін Тор секіріп, Лю Буға шабуыл жасайды. Алайда бұл жолы Лю Бу соққыны тосып алады. Тор найзағай күшін пайдаланып, балғасын екі қолмен ұстап, артқа қарай шалқайып, ерекше қалыпқа тұрады. Хугин мен Мунин Лю Бу Тордың белгілі бір құрметіне ие болған болуы керек деп пікір айтады. Өйткені әйтпесе Тор адамға қарсы Тордың балғасын қолданбас еді. Ежелгі заманда Асгардты, алыптардың мекені, Йотунхеймнен келетін шапқыншылықтардан қорғайтын биік қабырғалар қоршап тұрған. Қабырғаларды күзетіп жүрген күзетші періштелер тыныштықтың тым жалықтыратынын айтып шағынады. Кенеттен 66 мұз алыптарынан тұратын әскер Асгардқа басып кіреді. Тор мұз алыптарын жойып жібереді. Тор Асгардқа басып кірген 66 йотунды өлтіреді. Бірақ өзі әлі де жалығып тұрады. Тюр мен күзетші періштелер шайқасқанмен алыптардан жеңіліп, дұшпандар қабырғаларды бұзып өтеді.
күзетші періште, рыцарлар да келіп соғысқа қосылады. Бірақ олар да алыптарға қарсы дәрменсіз болды. Асгард толықтай күйреудің алдында тұрды. Алыптар қамал қақпасына дейін жетті. Фарсеті үрейге беріледі. Бірақ дәл сол сәтте Тор жалғыз өзі қақпаны ашады. Зерігіп тұрған Тор бір өзі 66 алыптың бәрін жойып жібереді. Оның бұл қыру тәсілі кейіннен Тордың балғасы деп аталды. Тор Тордың балғасымен соққы жасайды. Тор Любуға Тордың балғасымен шабуыл жасайды. Тордың сол қалыпқа тұрғанын көрген барлық құдайлар Тордың балғасы келе жатқанын түсініп, бұл Любу үшін ақыр заман болады деп ойлайды. Тор балғасын сілтеп соққы жасайды. Соққының күші Хеймдал мен Жан Фейді ұшырып жібереді. Любей мен өзге көрермендер жарылыстан қатты шошыды. Ал Фарсете Торды қолдап айқайлайды. Один мүлде реакция білдірмейді. Ал Хугин мен Мунин соққыны әрең көтереді. Афродитаның кеудесі өз бетіне ұшып кетеді. Любу Торды жаралайды. Любу Тордың балғасына қарсы тұрып Торды жаралайды. Шива бұл көрініске еснеп қарап, шайқас аяқталды деп ойлайды. Гөл тізерлеп отырып, бәрі бітті деп сенеді. Бірақ Брунгильда оған орнынан тұрып, құдайлар мен адамзат тарихы түбегейлі өзгеретін сәтті көруді бұйырады. Соққы толқынымен шаң басылған соң, Любу Тордың балғасын кері итеріп, оны кесіп жаралайды. Нәтижесінде Тордың кеудесінде жара пайда болады. Бұл көрініс құдайларды қатты таңғалдырады. Сол сәтте Любу да Тор да егер бір дәуірде әрі бір түр болып туғанда дос болар едік деп ойлайды. Жас Любу ең күшті қарсыласты іздейді. Жас Любу өз ауылынан ең күшті қарсыласты табу үшін жолға шығады. Бұдан көп жыл бұрын Моңғол даласында жас Любу ең мықты қарсыласты іздеп сапарға аттанады. Уақыт өте келе оның аты бүкіл Қытайға тарайды. Ал жолында тұрғандардың бәрі жойылып отырды. Бұл өз кезегінде оған ергендердің санын арттырды. 30 жыл бойы саяхаттаған соң, Любу жер бетінде өзіне кеңкеретін ешкім жоқ екенін түсінеді. Кейін ол Цао Цаоға тұтқынға түседі және өмірін сұрап жалынған айтылады. Алайда шын мәнінде Любу тұтқынға әдейі түскен. Өйткені өзін ең мықты екенін білген соң, өмір оған қызықсыз болып қалған еді. Зевс бұл жағдайға таң қалады, ал Гермес адамның құдайды жаралай алуы мүмкін бе деп ойланады. Зевс бұл тек соған ғана қатысты емес екенін айтады. Тордың Мьёльнирімен бетпе-бет келгенде, кез келген адам қаруы бірден быт-шыт болар еді. Өйткені ешбір адам қаруы құдайдың қаруына төтеп бере алмайды. 13 Валкирия жиналады. 13 Валкирия Брунгильданың Рагнарёкке шақыруына жауап береді. Брунгильдаға қарап, Зевс не болып жатқанын түсінеді. Рагнарёк басталар алдында Брунгильда Гөлге Любу алғашқы жауынгер болатынын айтады. Гөл оны тым қауіпті деп санайды. Және ол ең мықты жауынгер болса да, құдайға қарсы тұра ала ма деп күмәнданады. Брунгильда оның құдайға қарсы тұра алмайтынын ашық айтады. Өйткені адам қаруы құдай қаруына қарсы тұра алмайды. Алайда егер адамдарда да құдай қаруы болса, жағдай мүлде басқа болар еді. Сол сәтте Брунгильда шақырған 13 Валкирия пайда болады. Гөл бұл барлық 13 Валкирияны бірге алғаш рет көруі екенін айтып, Брунгильданың не ойлағанын түсіне алмай таң қалады.